Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ең көп қолданыстағы желілер. Білесіздер, иә? Экранға демонстрация жасайын. Алдымен оқу тапсырмасына шолу жасап алайық. Өткен сабақта біз оқу тапсырмасы ретінде сіздерге 4 сөйлем әдісі арқылы әлемді алаңдатқан әлеуметтік желілер тақырыбында пікір айтуды берген болатынбыз. Осы бойынша өз пікіріңізді келтіріңіз және оған дәлел айтыңыз. Мысалыңызды жазыңыз, соңында өз ойыңызды қорытындылаңыз. Үйге берілген оқу тапсырмасына дайынбыз ба, балалар? Иә. Дайын болсаңыздар, айтуларыңызға болады, пікір айтуларыңызға болады. Кім бастағысы келеді? Мен? Тамирис, бастай ғой. Менің ойымша қазіргі кезде әлемді алаңдататын көп әлеуметтік желілер бар. Себебі әр адамның өзінің бөлек отыратын әлеуметтік желілері және хобби ретінде пайдаланатын әлеуметтік желілері бар. Мысалы, TikTok, Instagram дегендей қазір барлық адамның телефондарында бар деп айтуға болады. Ондай алаңдатқан әлеуметтік желілерді тоқтату үшін бұндай желілерді көп шығармау керек деп ойлаймын, және адамдардың өзіне де бұл зиян келтіретінін білдіру керек. Жақсы, өте жақсы пікіріңіз, Тамирис. Біз білеміз, біз қазір 6-шы бөлімде өтіп жатырмыз, ғаламтор және әлеуметтік желілер деген. Біздің өткен сабақтағы тақырыптарымызда әлеуметтік желіге байланысты, ғаламторға байланысты екендігін білесіздер. Жақсы, тағы да кім өз ойын айтқысы келеді? Әлемді алаңдатқан әлеуметтік желілер. Неліктен олар әлемді алаңдатып отыр? Әлеуметтік желі дегеніміз не, қалай түсінесіздер? Сіздің пікіріңіз қандай? Оған қандай мысал келтіре аласыздар? Балалар сөйлейміз ба? Менің ойымша, қазіргі таңда әлеуметтік желілерде көптеген алаяқтар бар, және дәлел, ол алаяқтар адамдарды алдап, өздеріне көп ақша талап етеді. Қорытындым, ол алаяқтар қазіргі таңдағы барлық адамдарды алдап, өздері зиянын шегіп жататынын да біз біледі екенбіз. Мен айтсам бола ма? Нұрай, сөйлей ғой. Қазіргі заманда көп адамдар әлеуметтік желіні қолданады. Әлеуметтік желінің жақсы да жаман да жерлері бар. Әлеуметтік желінің жақсы жерлері сен өзіңе керек ақпаратты жүлде тез ала аласың, ал жаман жерлері сен алаяққа алданып қалуың да мүмкін. Өте жақсы, әлеуметтік желінің осындай да зияны тұстар бар екенін біледі екенбіз. Енді бүгінгі сабаққа қараңыздаршы. Ой шақыру сұрақтарын сіздерге беріп қойдым. Сіз қай әлеуметтік желіні көбірек қолданасыз? Ең көп қолданыстағы желі қайсы деп ойлайсыздар? Жалпы әлеуметтік желінің көп түрі бар екенін сіздер жақсы білесіздер. Оны өзіміз күнделікті қолданып та жүрміз, иә? Осының ішінде қай әлеуметтік желіні жиірек қолданасыздар? Әке, мен айтсам бола ма? Әзірек камераны қоса қой. Инстаграм және де Google деп ойлаймын. Инстаграмда өзінде қызықты адамдарды көре аламыз, және олардың өмірін байқап отырамыз, ал Google арқылы өзімізге керекті ақпаратты алуға мүмкіндік бар. Жақсы, бұл әзіренің қолданысында әлеуметтік желі екен. Сөйлей ғой, Тамирис. Мен? Сөйлей ғой. Менің ойымша ең көп қолданыстағы статистика бойынша TikTok, себебі онда көп адамдар отырады және өзін түсіреді және басқа да адамдардың қызық өмірлерін байқайды. Алайда Айзерен айтқандай, қазір Instagramда көп қолданылады, бірақ Google'ды барлық адам қолданады деп айта алмаймын. Әр әлеуметтік желінің өзінің мақсаты бар, иә? Біз соған қарай оны қолдана алады екенбіз. Google'ды мысалға құжат іздеу үшін қолданатын болсақ, TikTok'та уақытымызды өткізу үшін мүмкін қолдануымызда әбден мүмкін екен. Сонымен біз қарайтын болсақ, бүгінгі сабақтың тақырыбы ең көп қолданыстағы желілер деп аталады екен. Оқулықты ашыңыздар.
Оқулықтың 92-ші бетін аша қойыңыздар. Бұл Padlet тақтасы. Біз осы тақта бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Мұнда міне бүгінгі сабақтың тақырыбы ең көп қолданыстағы желілер. Сабақтың мақсаты бүгінгі балалар, қараңыздар, әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып күрделі жоспар құру, етістіктің есімше, көсемше, сөйлемдік, шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Біз осы екі мақсатқа жету үшін бүгінгі тапсырманы орындайтын боламыз. Алдымен бірінші тапсырмаға қарай қойыңыздар. Әлеуметтік желілер тақырыбына мәтін жазу үшін күрделі жоспар құрыңыз. Біз білеміз, жоспар күрделі және қарапайым болып бөлінеді. Қарапайым жоспар дегеніміз тек кіріспе, негізгі бөлім қорытындан тұратын болса, күрделі жоспар ол кіріспе бөлім, негізгі бөлім тармақшаларға бөлінеді және қорытынды бөліммен аяқталады. Қазір сіздер әлеуметтік желілер тақырыбына мәтін жазу үшін күрделі жоспар құрасыздар. Біз мәтін жазбаймыз, тек мәтінге арналған жоспарды құрамыз, Жоспарды құру үшін мен сіздерге WhatsApp жұмыс чатына сіздерге мен сілтеме жібердім. Сол сілтеме арқылы өзіңіздің жоспарыңызды маған жібере аласыздар. Сіздерге 2-3 минут уақыт беріледі, жұмыс жасай беріңіздер. Сіздерге берген уақыт аяқталды, 3 минут өтті, Сіздер тапсырманы жақсы түсінсеңіздер, орындап шыға аласыздар. Ал маған сіздердің жауаптарыңыз келіп жатыр. Экран бетіне мені көріп отырмыз. Елнара, Айзере, Тамирис, Даниял. Жақсы. Ал кім оқығысы келеді өз жұмысын? Айзере, бастай ғой. Кіріспе бөлім әлеуметтік желілер. Негізгі бөлім әлеуметтік желіні дұрыс пайдалану. А. Ғаламтордың пайдасы. Ғаламтордың зияны. Қорытынды бөлім әлеуметтік желі қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай, өте жақсы. Тағы да кім оқығысы келеді? Ал Тамирис оқи ғой жұмысын қаны. Мен. Кіріспе бөлім әлеуметтік желі туралы ақпарат. Негізгі бөлім 2-ге бөлінеді. Әлеуметтік желінің адамға әсері, әлеуметтік желінің адамға зияны, әлеуметтік желінің адамға пайдасы. Қорытынды бөлім бұл туралы менің ойым. Демек, сіз осы жоспарды құрылғаннан кейін осы бойынша мәтінді жаза бересіз, Тағы да кім оқығысы келеді балауса? Үлгердік па жазып балауса? Балауса жаза берді, айдала береміз. Келесі кім оқығысы келеді? Нұрай? Қазір. Нұрай, мені жібердіңіз ғой жұмысыңыз. Оқи беріңіз, Нұрай, мені қойып қойдым экранға. Бірінші әлеуметтік желіні қолдану, екінші әлеуметтік желінің пайдасы, үшінші әлеуметтік желінің зияны, қорытынды әлеуметтік желінің уақыты үнемделуі. Жақсы, Нұрай, бірақ сіздің құрғаныңыз мынау қарапайым жоспар болыпты. Біз білеміз, негізгі бөлімнің А, деп тармақшаларын жасауымыз керек еді, Келесіде осында ескересіз. Жақсы балалар, өте жақсы. Padlet тақтасымен жақсы жұмыс істеп жатырсыздар. Сілтемемен қалған балалар, сіздер де жұмыстарыңызды жібере беріңіздер. Онда барлықтарыңыз жұмыстарыңыз келе береді. Енді балалар, біздің бүгінгі өтетін грамматикалық тақырып ол келер шақ. Оқулық қолымызда ғой. Оқулықтың 92-ші бетінде тұр бізде, әдеби нормалар деген кезде етістіктің келер шақ формасын өтетін боламыз. Біз өткен сабақта шақ категориясын өттік. Шақ категориясының осы шақ түрін өткеніміз есімізде болса, енді бүгін өтетін тақырып ол келер шақ. Келер шақ деп отырғанымыз ол сөйлеп тұрған уақыттан кейін болатын іс-әрекетті білдіреді екен. Келер шақ ол болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ, ауыспалы келер шақ болып 3-ге бөлінеді. Мұқият тыңдап алыңыздар. Болжалды келер шақтың жасалу формасына жасалыңыздар. Бұл етістіктің ар, ер, р және с жұрнағы арқылы жасалады екен. Мен барармын, сен жүресің деп мысал келтіруге болады. Мақсатты келер шақ деп отырғанымыз,
бұл қимылдың келешекте, алда, мақсатты түрде орындалатынын білдіретін шарттың түрі. Оған етістікке мақ, мек, бақ, пек, пақ, пек жұрнағын жалғау арқылы жасаймыз. Мен бармақпын, ол айтпақ деп мысал келтірсек болады. Келесі ауыспалы келешек деп отырғанымыз алда уақытта болатын іс қимылды білдіреді. Ол етістікке а, е, и және жүкті жалғаудың жалғау арқылы жасалады. Мен ертең барамын деген кездегі а бұл ауыспалы келешек тұлғасын жасайтын жұрнақ болып табылады екен. Түсінікті ме балалар? Иә. Ережені мұқият оқып алыңыздар оқулықтан. Қайталап алыңыздар. Олай болса, біз екінші тапсырманы орындайтын боламыз. Экранға қараңыздар. Еркін жазу тәсілі арқылы берілген пікірлердің бірін таңдап, келер шақ түрлерін пайдалана отырып, көп нүктенің орнына 4-5 сөйлеммен ұтымды жауап жазыңыздар. Әлеуметтік желілер уақыт ұрлаушылар себебі нүкте беріп тұр сіздерге, иә? Осы пікір таңдауыңыз мүмкін, немесе келесі мен жастардың желіде ертеден кешке дейін отыруына қарсымын. Өйткені міне берілген екі пікірдің бірін таңдап, көп нүктенің орнына өзіңіздің ойыңызды 4-5 сөйлеммен жазасыз және келесі формасын қолданасыз. Тапсырманың дескрипторына назар салыңыздар. Дескриптор берілген тақырыптың біріне өз пікірін жазады, келер шақ түрін пайдаланады. Тапсырма түсінікті ме балалар? Иә. Иә, түсінікті. Сіздерге берілетін уақыт 4 минут. Бастаңыздар. Бұл дәптерге орындалатын жұмыс, сондықтан дәптерлеріңізді ашыңыздар. Мерис, дайынбыз ба? Иә. Бастай ғой. Мен жастардың таңертеңнен кешке дейін әлеуметтік желілерде отыруына қарсымын. Өйткені қазіргі заманда білім алудың өзі қиын. Себебі қазір біз барлығымыз онлайн оқуға көшкендіктен көп адамдар онлайн оқуды өзінің жағына бұрып, оны әлеуметтік желілерге отыруға жұмсайды. Ал негізінен онлайн оқыту уақытында біз көбіне сабақ оқып, білмеген жерлерімізді түзетіп отыруға мүмкіндігіміз бар. Алайда мен жастардың кешке дейін әлеуметтік желіде отыруына қарсымын. Ол жастардың көзіне де жаман қауіп алып келеді және біліміне де қауіп төндіруі мүмкін. Себебі егер біз қазірден бастап бұндай кезде барлық бос уақытымызды сабаққа арнап, хоббиімізге арнайтын болсақ, бұл бізге өзімізге жақсы жақтарын алып келеді деп ойлаймын. Өте жақсы. Тамирис, енді сіз келер шақтың қай формасын таңдадыңыз, қолдандыңыз? Мақсатты және болжалды түрін пайдаландыңыз. Жақсы. Келесі оқушы оқыған кезде бірден айтып отырайық, иә? Мақсатты келер шақ формасын қолдандым деп сөзіңізді нақтылап кетуіңіз қажет. Ал оқысақ Диана оқи ғой. Әлеуметтік желілер уақыт ұрлаушылар, себебі қазір интернетсіз өмірімізді елестету мүмкін емес. Ғаламтор өміріміздің барлық саласына еніп, өзіне тәуелді қылмақ. Әрине, біз ғаламтор арқылы алыста жүрген туыстарға хат жаза аламыз. Қорытындылай келе, ғаламтор тек керек кезде қолданып, оның орнына бауырлармен уақыт өткізген дұрыс. Оның орнына мен хат жазудың орнына туыстарға барармын. Туыстарға барармын. Мен болжалдық аяқталмай қалған секілді. Иә. Қандай түрін қолдандың, Диана? Мен болжалдық келер шақты қолдандым, барармын. Барармын. Жақсы. Балауса, сөйлейміз ба? Иә. Айта ғой. Мен жастардың кешке әлеуметтік желіде отқанына қарсымын. Өйткені олар алтындай берген уақытын алады. Ол уақытқа көптеген пайдалы істер жасауға болмақ. Сен көп әлеуметтік желіде отсаң, сен өз уақытыңды қалай кеткенін білмей қаласың. Біз өз болашағымызды қалай көрмекпіз?
Жақсы. Баласа кішкене әдеби тілде жазуға тырысу керек. Отырамыз. Отырмыз деп сөйлейміз, жарай ма? Отпақпыз емес қазақ тілінде. Ал айта ғой, қай келер шақ формасын қолдандың сөйлемде? Болжамды келер шақта қолдандым. Болжалды келер шақ формасын қолданғанын көріп отырмыз. Қалған оқушылар жұмысымыз аяқтаймыз. Мен сіздерге балалар сабақтың басында бағалау парағын жібердім, оқу чатына. Сол жердегі бағалау парағына әр тапсырмаға өздеріңізге бал қойып отырыңыздар. Соңында 10 балдық жүйе бойынша қанша бал алғандарыңызды бағалайтын боламыз. Түсінікті ме? Біз 2 тапсырманы аяқтадық. Бағалау парағына өзіңіздің балыңызды шынайы қойып отырыңыздар. Сіздерге қазір келер шақ түрін анықтауға арналған LearnCap's программасы арқылы тапсырма беріледі. Қараңыздар, бұл тапсырманы біз ауызша орындайтын боламыз. Берілген сөйлем қай келер шақ формасында құрылып тұр, анықтайсыздар. Ауызша орындаймыз, мен экранға жазып отыратын боламын. Бұл жерде балалар жылдамдық танытамыз. Бірінші сөйлемді кім бастағысы келеді? Мен Ал бастай ғой. Диана бастай ғой. Мен мектепке бармақпын. Бұл мақсаттық келер шақ. Мақсатты келер Шақ. Келесі. Баста. Мен оқиын. Оқи ғой. Біз ертең ауылға бармақпыз. Мақсатты келер шақ. Бұл да мақсатты келер шақ екен. Келесі баласы оқи ғой. Олар енді қайтып мұнда келмес. Мақсатты келер шақ. Әпке, мен оқысам бола ма? Оқи ғой. Ол үй тапсырмасын кешке орындайды. Бұл ауыспалы келер шақ. Ауыспалы келер шақ. Өте жақсы. Келесі Нұрай оқи ғой. Біз ертең кітап дүкеніне барармыз. Бұл болжалды келер шақ. Болжалды келер шақ. Ана қалып кеткен сөйлем кім оқиды? Мен оқиын. Оқи ғой. Сагдиана кім? Томиристі оқи ғой. Құрылысшылар келсе ғана бұл жерге үй салынады. Бұл ауыспалы келер шақ. Ауыспалы келер шақ. Өте жақсы. Оқушылар, сіздер келер шақ Әпке, мен оқиын ең соңғысын. меңгергенсіз екенсіздер. Келесі ұлдар неге қатыспаймыз? Сыныптың ұл балалары Даниал, Едіге, Ермек. Ал соңғысы кім оқиды? Әпке, мен оқысам бола ма? Ғаламтордан достарымның суреттерін көрмекшімін. Бұл мақсатты келер шақ. Көрмекшімін. Мақсатты келер шақ формасында тұр екен. Өте жақсы. Балалар, сіздер осы тапсырма арқылы келер шақ формасын одан әрі меңгерді деп ойлаймын. Жарайды. Үшінші тапсырма сіздерге берілетін свод талдауы. Экранда көрініп тұр ма сіздерге? Әлеуметтік желілердің күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері және одан келетін қауіптер. Сіз осы тапсырманы жазбаша дәптерге орындайсыздар. Дескрипторына да салыңыздар. Әлеуметтік желінің күшті жақтарын айтады, әлсіз жақтарын саралайды, қаупін түсіндіреді. Берілетін уақыт 3 минут. Уақыт аяқталды, балалар. Кім дайын? Мен. Томирис, тағы да кім дайын? Ал басы Томирис. Әлеуметтік желілердің күшті жақтары. Өзіңнің алыс жақта тұратын туыстарыңмен сөйлесе аласың, әңгімелесе аласың. Әлсіз жақтары кей кезде ол жақтарда қателіктер туындап тұрғандықтан, кейде әлеуметтік желілерде қателіктер болып тұрады. Мүмкіндіктер, сен өзіңе керекті барлық ақпаратты әлеуметтік желілерден таба аласың. Өзіңе ұнайтын заттарды таба аласың. Және қауіптер, мұнда әлеуметтік желілерде көбінесе хакерлер болады. Олар сенің басқа да анкеталарыңды біліп алуы мүмкін. Одан келетін қауіп көп екен, иә? Тағы да кім сөйлегісі келеді? Жақсы балалар, жақсы уақытымыз кетіп жатыр. Өте жақсы пікір айтып жатсыздар. Әлеуметтік желінің күшті жақтарын, әлсіз жақтарын сіздер өте жақсы біледі деп ойлаймын. Бүгінгі сабақты бекіту үшін мен оқу чатына Google формада тест жібердім сілтемесін. Жылдамдатып, бүгінгі сабақ бойынша берген тестті белгілеп шығамыз. Сабақ жақсы балалар орындап болсақ Google тестті
Маған сіздердің нелеріңіз келіп жатыр, жауаптарыңыз келіп жатыр. Бүгінгі сабақты қорыту үшін рефлексия 3 әдіс арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі сабақтағы қызық, қиын, құнды ақпаратты атап шығыңыздар. Кім сабақты бекіткісі келеді? Бүгін мен келер шақты өттім. Қызығы, қиындығы болмады. Және де Құндылығы? бүгін сағатты жақсы өтті. Жақсы.